Сәлеметсіздер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай? Таным саласы, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Балалар, алдымен шеңберге тұрып, психологиялық дайындық жасап алайық. Менімен бірге қайталаймыз. Айналаға алақанмен жылулықты шашайық. Сәттілік тілеп күлімсіреп, біз сабақты бастайық. Тамаша балалар, енді бүгінгі тақырыбымызбен таныс боламыз. Тақырыбымыз 5 саны. Мақсатымыз 5-ке дейін санау және кері санау. Пішіндермен танысу. Алдымен сіздерге балалар жұмбақ жасырайын. Туысқан 5 кісі, бірінен бірі кіші. Бәрінің аты бір, ең кісісі шеткісі. Балалар, ол не деп ойлайсыңдар? Кәне ойланып көрейік. Балалар, бұл жұмбақтың жауабы 5 саусақ. Енді балалар, осы 5 саусағымызды бүге отырып санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Енді кері санаймыз. 5, 4, 3, 2, 1. Енді мына суретке назар аударып көрейікші. Мына жерде неше үйрек көріп тұрмыз, балалар? Өте дұрыс, 5 үйрек көріп тұрмыз. Жақсы балалар, енді мына суретке қарайық. Бұлар пішіндер, 3 бұрыш, 4 бұрыш, 5 бұрыш, 6 бұрыш, 8 бұрыш. Әртүрлі көп бұрыштар. Осы бұрыштардың ішінде біздің сабағымызға келетін қандай бұрыш деп ойлайсыңдар? Ойланайық. Ол біздің үйімізге ұқсас қызыл түсті 5 бұрышымыз екен, балалар. Өте жақсы. Енді орнымыздан тұрып, бір сергіп алайық. 1 дегенде тұрайық. 2, 3, 4 алақанды соғайық. Оң жаққа бұрылып, 1 отырып, 1 тұрып, 5 дегенде асықпай, орнымызды табайық. Балалар, 5 санымен танысып болдық па? Біздің саусағымыз нешеу? Және қандай пішіндермен танысып болдық? Балалар, енді бүгінгі 5 саны бойынша тағы да қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Кері санаймыз. 5, 4, 3, 2, 1. Және пішіндерді қайталайық. 3 бұрыш, 4 бұрыш, 5 бұрыш, 6 бұрыш және 8 бұрыш. Яғни бұлар көп бұрыштар екен. Балалар, сіздерге сабақ ұнады ма? Ендеше маған кері байланыс жіберіңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар.